Саламатсыздар ма оқушылар? Сабақтың тақырыбы сын есім. Бүгінгі сабақта мәтіннен сын есімдерді таба аласың. Мәтін өлеңдерді қатесіз көшіріп жаза аласың. 66-шы жаттығуға қарайық. Мәтінді көшіріп жаз. Ертіс үлкен өзен. Оның бойына сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Мәтіндегі сын есімдерді тап. Ертіс үлкен өзен. Қандай өзен? Үлкен өзен. Оның бойына сәулетті қалалар салынған. Қандай қалалар? Сәулетті қалалар. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Қандай топырағы? Құнарлы топырағы. Яғни үлкен, сәулетті, құнарлы олар сын есімдер. Енді олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Үлкен өзен. Өзен сөзбен байланысып тұр, иә? Өзен бізде зат есім. Келесі сәулетті қалалар. Қалалар деген сөзбен байланысып тұр. Қалалар да бізде зат есім сөз табынан екен, иә? Құнарлы топырағы. Топырақ зат есім. Яғни бұл жерде барлық сын есімдер зат есімдермен байланысып тұр. Келесі 67-ші жаттығу. Сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып айт. Тақтай, дала, көл. Мысалы, үлгі тақтай. Қандай тақтай? Жалпақ тақтай, қалың тақтай, тегіс тақтай. Енді кәнеки дала және көл деген сөздерге қатысты сызбаны толтырайық. Дала. Қандай дала? Жазық дала, шөл дала, бетпақ дала. Қандай көл? Терең көл, тайыз көл, ащы көл. Келесі жаттығу 68-ші жаттығу. Ұшақты сипаттап, мәтін құрастыр. Суретке қарайық, ұшақ берілген, оның қанаты туралы, түрі, пайдасы, жылдамдығы туралы, яғни тоқталып өтейік, иә? Ендеше кәнеки мәтін құрастырып көрейік. Ұшақ. Ұшақ әуеде ұшатын көлік. Оның түрі құсқа ұқсас келеді. Ұшақтың қанаттары кең болып, құстың қанатындай болады. Жылдамдығы өте жоғары, ал пайдасы адамдарды бір жерден екінші жерге тез арада жеткізеді. Сонымен қатар өте ыңғайлы. Маған ұшақпен ұшқан өте ұнайды. Енді сіздер ұшақты сипаттауды толықтырасыздар. Жылдамдығы, қанаты, түрі, пайдасы, тағы да несі туралы айтуға болады. Яғни оның көлігі, көлік ретінде пайдаланатынын, және тағы да өзінің жақсы жақтарын жазуға болады. Келесі 69-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына мағынасы сәйкес сын есімдерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Үлкен бастар, кіші қостар. Мақта жеңіл, тас ауыр. Пияздың дәмі ащы, қанттың дәмі тәтті. Енді балалар қараңыздаршы, бұл жердегі сөздер сын есімдер дұрыс, бірақ олар қандай? Үлкен, кіші, жеңіл, ауыр, ащы, тәтті, яғни қарама-қарсы сөздер, антоним сөздер, иә? Келесі жаттығуға қарайық, 70-ші жаттығу. Мақалдарды жатқа жаз. Мағынасын түсіндір. Мәуелі ағашқа тас атпа, берекелі елден мереке кетпес. Кәнеки мұқият дұрыстап тұрып жаттап, дәптерге жаза қоямыз. Мәуелі ағашқа тас атпа, берекелі елден
мереке кетпес. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.